روي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. أم سلمة Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жұбайы момындардың анасы айтады. قالت قلت يا رسول الله أخبرني عن قول الله عز وجل وحور عين. يا رسول الله маған Алла тағаланың хурун айн деген сөзін айтып түсіндіріп берші, тәпсірлеп берші деді. Яғни әйел кісі, әйел заты ғой. Хурун айн деген яғни қор қыздары. Сондай көздері үлкен-үлкен қор қыздары. Сол қор қыздары деген Алла тағаланың аяты жөнінде маған әңгімелеп берші деді. Мен қанша дегенмен әйел заты, бұл жерде мысалы қазір қор қыздары жөнінде өзіміз үйде мысалы әйелдерімізге дұрыстап айта алмаймыз ғой. Уақиа сүресінің 22-ші аяты бұл. Қал хурун бидун айнун дихаму шуфрил хаурау биманзилати жанахин наср. Олар деді сондай әппақ қор қыздар деді. Көздері сондай үлкен, бота көз. Біздің көздеріміз секілді кішкентай емес. Сонымен бірге кірпіктері дейді, соншалықты үлкен дейді. Кірпіктерін бір жаңағы бүркіттің қанатындай үлкен бе деп қаласың деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл жерде бұл кірпіктің ұзындығын, соншалықты әсемдігін сипаттап беріп жатыр. Қазір мысалы үшінге кірпігі қысқа қыздардан гөрі кірпігі ұзын қыздарға жігіттер көбірек қызығады ғой. Себебі неге? Кірпігі ұзындық ол бір сондай бір сұлулықтың бір несі, сипаттарының бірі кірпігі ұзын болу деген. قلت يا رسول الله فأخبرني عن قول الله عز وجل كأنهن الياقوت والمرجان. Енді қоймайды Умму Сәлема, тағы бір аятқа тоқталды. Я Расулалла, олай болатын болса, Алла тағаланың Рахман сүресінің 58-ші аятында олар бір жақұт, маржан секілді деп айтатын жаңа қор қыздар жөнінде аят бар ғой, сол жөнінде маған айтып берші деді. Пайғамбарымыз айтады: "Софаухунна касафаид дурр аллази фил асдаф аллази ла тамуссухул айди." Ол жаңағы қор қыздарының соншалықты тазалығы дейді. Соншалықты мөлдірлігі дейді, тазалығы. Бір ненің ішіне, жаңағы бір құтының ішіне гауһар тасты салып қоясыз ғой? Ол гауһар тасқа ешқандай қол тимейді. Тап-таза болып тұрады бір. Сол жаңа қол тимейтін гауһар тас, жаңа құтының ішіне тұрған гауһар тас секілді. Тап-таза, сондай мөлдір болып тұрады деді. Алла тағала соны айтып жатыр деді. Қоймайды арғата. Қульту я Расулалла фа ахбирни ан қаулиллахи азза ва жал фихинна хайратун хисан. Я Расулалла, енді Алла тағаланың ол жәннатта хайратун, сондай қайырлы, сондай жақсы, жағымды хор қыздары бар деген аятын маған сипатта айтып бер, түсіндіріп бер деді. Хайратул ахлақ хисанул вужух деді пайғамбарымыз. Яғни оның мағынасы ол мінездері сондай жаңағыдай өте жақсы, көркем және жүздері әдемі, өте сұлу деген сөз деді. Бұл Рахман сүресінің аяты. Қульту я Расулалла фа ахбирни ан қаулиллахи азза ва жал кааннахунна байдун макнун. Я Расулалла, онда маған олар бір жасырылып қойған бір жұмыртқа секілді деген, әппақ бір жасырылып қойған жұмыртқа секілді деген аяттың мағынасын түсіндіріп берші деді. Қараңыз, әр жерден теріп жатыр. Барлығы хор қыздарына қатысты аяттарды Умму Сәлема сұрап жатыр. Себебі мазалайды да ол кісілерді. Риққатухунна кариққатил жилд аллази фи дахилил байда мимма ялил қишр. Жұмыртқаны жарасыз ғой. Жұмыртқаны жарғаннан кейін сол жұмыртқа мен ненің арасында сондай бір жұқа бір қабат болады ғой. Сол жаңағы соншалықты жіңішкелігі, жұмсақтығы сол жаңағы жұмыртқаның жұқа қабаты секілді дейді. Яғни бұл жерде жұмыртқаның жұқа қабаты секілді бұл жырақ деп тұрған жоқ пайғамбар. Соншалықты олар жіңішке, сондай жұқа, әдемі. Әрине мысалы қай заманда болса да жаңағы семіріп кеткен әйелдер, мысалы жуан әйелдер, ол сұлулықтың белгісі болмаған, ол қай заманда болса да. Болса да енді ол жаңағы қазіргідей емес. قلت يا رسول الله فأخبرني عن قول الله عز وجل عربا
atроба. Я Расулаллах, Алла тағаланың урубан атроба деген аяты жөнінде маған айтып берді. Урубан атроба деген тікелей мағынасы барлығы жаңағыдай жап-жас болып, жастары бірдей болып яғылады деген, жүреді деген мағынада айтылған аят. Енді пайғамбарымыз айтып жатыр: "Хунналлавати қубидна фи дари дуния ажайз, румсон шумтон". Ол енді бұл жерде осы дүниенің әйелдері турасында айтып жатыр пайғамбарымыз. Ол әйелдер дейді, жаңағы барлығы жап-жас болып, біркелкі жаста тірілетін әйелдер, олар бұл дүниеде көзде, адам қартайған уақытта көзіңіз мысалы қызарып, көздер деген жас кездегідей болмайды. Сондай болып, одан кейін жаңа шаштар деген ағарып кетеді ғой. Сондай болып қартайып қайтыс болған әйелдер дейді бұл. خلقهن الله بعد الكبر فجعلهن عذارا عربا متعشقات متحببات. Алла тағала оларды дейді, ешқандай не емес, жаңағы қайттан қыз қылып жаратты дейді. Соншалықты қартайып, жаңағы шаштары әппақ болып, көздерінің барлығы жаңағыдай қызарып, көздері қартайып қайтыс болған болса да, оларды сондай жап-жас қыз қылып жаратады. Сонымен бірге оларға көрген адам ғашық болатын қылып жаратады. Олар одан кейін неғылады дейді, бір жаңағы өздерінің күйеулеріне әрдайым жаққысы кеп, әрдайым мысалы соларға бір жаңағыдай көрген мінез көрсеткісі кеп, сондай болып тұрады дейді. Мағынасын айтып отыр пайғамбарымыз. Атрабан аля миладин вахид. Жастарының барлығы бірдей болады. Азара деген, азра деген, яғни ешқандай ер көрмеген деген сөз. Ер көрмеген. Құлту я Расулаллах ва бима залик. Я Расулаллах, ол қалай болады? Ненің себебінен болады деп сұрадым дейді. Құлту я Расулаллах, анисау дуния афдал амил хурул айн. Умму Салама анамыз неғып жатыр, сұрақ қойып отыр. Я Расулаллах, бұл дүниенің әйелдері жақсырақ па, жоқ хор қыздары жақсырақ па деп. Сол ата пайғамбарымыз айтып жатыр саллаллаху алейхи вассалам. Нисау дуния афдал минал хурил айн кафадли захарати алал битана. Бұл дүниенің әйелдері деді, хор қыздарынан мынау киімнің сырты, киімнің ішінен қандай әдемі болатын болса, сондай әдемі деді. Сондай абзал, сондай жақсырақ деді. Мысалы, киімнің сырты, әрине, мысалы үшін қазір киімнің ішіне қарасаңыз, киімнің ішінде жыртығы болуы мүмкін, басқа болуы мүмкін, әсіресе тозып кеткен костюм болатын болса, мысалы да. Болмаса, киімді айналдырып сіз киіп жүре алмайсыз. Киімнің сырты, ішік жағы бір түрлі. Бірақ, енді андай екі жағында кие беретін киімдерден басқа енді ол исключение. Бірақ киімнің сырты көбінде әдемі болып көрінеді. Сол киім, бұл дүниенің әйелдері киімнің сырты, ал хор қыздар киімнің іші секілді деді. Көрдіңіз бе? Ол бұл кезде уже успокоиться ете бастады. Құлту я Расулаллах бима залик. Сол уақытта сұрап отыр. Я Расулаллах, олар несімен артық болады деді олардан. Несімен жақсырақ болады? Қал бисалатихинна ва сиямихинна, жаттап алыңыздар. Ва ибадатихинна Аллаха азза ва жал. Албас Аллаху азза ва жалла вужухахунна нур. Олар несімен артық? Хор қыздарынан өздерінің Алла тағалаға үшін оқитын намаздарымен, Алла тағала үшін ұстайтын оразаларымен, Алла тағала үшін жасайтын құлшылық ғибадаттарымен артық. Алла тағала олардың жүздерін нұрландырып қояды. Жүздерін нұрландырып қояды. Ва ажсадахуннал харир. Оларға жібектен киім кигізіп қояды Алла тағала. Киімдерін жібектен етеді, шелктан. Бидул алван. Олар сондай әппақ болады деді. Хор қыздарынан да әдемі. Худру сияб, киімдері жасыл болады деді. Жасыл киімдері. Яғни жасыл свет, негізі жасыл түс жәннаттың түсінен болып есептеледі. Суфрул хули мужамирухунна дур. Суфрул хули, яғни мынау жаңағы әшекейлері сары болады. Әшекейлері сапсары, алтын, не секілді әшекейлері сапсары болады. Ва амшатухунна захаб. Тарақтары алтыннан болады. Яқулна ала нахнул халидат фала намуту абада. Сонымен олар айтады дейді жәннатта. Біз осы жәннатта мәңгі боламыз, біз өлмейміз деп айтады. Бұл
Бұл дүниенің әйелдері, жәннатқа лайық болған әйелдердің айтатын сөзі. Солардың жағдайы. Ала нахну наимат фала набасу абадан. Біз мәңгі қаламыз, өлмейміз. Сонымен бірге біз әрдайым жағымды болып тұрамыз. Біз ешқашан жағымсыз жаңағыдай бір тұрпайы болмаймыз деп айтады. Ала ва нахнул муқимат фала наз'ану абада. Біз осы жерде жәннатта мәңгі тұрғын болып қаламыз, ешқашан бұл жәннаттан көшіп кетпейміз деп айтады. Ала ва нахнур радият фала насхату абада. Біз әрдайым разы боламыз, ешқандай бір реніш, біреуді ренжіту деген жасамаймыз, неғылмаймыз, ешқашан ондай нәрсеге, жаман іске бармаймыз. Туба лиман күнна лаху ва кана лана. Біз ол үшін болған адам, және ол біз үшін болған адам қуана берсін. Яғни өзінің жаңағы жәннатқа бірге баратын несі жөнінде, күйеулер жөнінде айтып жатыр. Сосын арқата сұрақ жалғасады. Осы сұрақты көп адам сұрайды. Құлту я Расулаллах, ал-имраату минна татазавважу az-zawjayni wal-thalathata wal-arba'ata fi ad-dunya. Я Расулаллах, бір әйел дейді. Бұл дүниеде 2, 3, 4 күйеуге дейін шығады ғой дейді. Түрлі себептермен ажырасады, қайтадан тұрмысқа шығады, сондай. ثم تموت فتدخل الجنة ويدخلون معها. Сосын ол әйел өледі. Одан кейін жәннатқа кіреді деді. Алла тағала нәсіп етіп. Анау жаңа күйеулерінің барлық жәннатқа кіреді онымен бірге деді. Қанша? 2 болсын, 3 болсын, 4 болсын, бәрі жәннатқа кіреді деді. Қараңыздар. Мән якуну заужуха минху? Қараңыздар. Тағы да өте сондай бір маңызды сұрақ. Олардың жаңа ол әйелдің қайсысы оның күйеуі болады жәннаттағы деді. Жәннаттағы күйеуі жаңағы 4-еудің, 3-еудің немесе 2-еудің қайсысы? Бұл өмірде олардың бәріне тұрмысқа шыққан барлығына. Оның қайсысы күйеуі болады? Қала я умма салама иннаха тухайяр фатахтару ахсанахум хулуқа. Жәннатта нәпсі нені қалайтын болса, сол нәрсе болады. Әйелдің нәпсі нені қаласа, әйелге де ер кісіге де сондай. Сол нәрсе болады. Әйелдің яғни қалауы не болса, сол болады. Жәннатта ешқандай ол жаңа қалауға қарсы тірлік деген нәрсе жоқ. Себебі ол сол жаңағы сондай сый сияпатқа, сондай нығметке, Алла тағаланың сондай құрметіне лайықты болған адам. Сондықтан ол қалауын қайтармайды Алла тағала. Я Умму Салама, ол таңдайды деді. Қайсының мінезі ең көркем болып, бәрі көркем мінезді жәннатқа кіргеннің барлығы. Бірақ ең көркем мінезі, қайсының ең көркем болатын болса, соны таңдайды. Соның әйел болады жәннатта деді. Қараңыздар. Демек, әйелдің өзі таңдайды. Фатақулу, ай Робби, енді Умму Салама дұға қылып жатыр. Бұл жерде сұрақтың бәрі тоқтады, бол жететін жерге жетті. Фатақул, ай Робби, инна хаза кана ахсанахум маи хулуқан фи дари дуния. Естеріңізде болсын, Умму Салама алдын тұрмысқа шыққан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға екінші күйеуі пайғамбарымыз. Ай Робби, инна хаза кана ахсанахум маи хулуқа фи дари дуния. Фазауwijнихи. يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بحير الدنيا والآخرة. يا ربي деді. Мынау отырған қасымда менің деді. Бұл дүниеде мінезі ең көркем болған адам еді деді. Мені қияметте осымен үйлендіріп қой деді. Кімді айтып жатыр? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзін айтып жатыр. Я Рабби, мынау қасымда тұрған күйеуім бұл дүниедегі ең мінезі көркем осы еді. Мені осыған үйлендірді. Сол ата пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: "Я Умму Салама, захаба хуснул хулуқи бихайри дуния вал ахира."